Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Жәркен Бөдешұлы «Жалғыз» поэмасы. Мақсатымыз көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс жазу. Жәркен Бөдешұлы кім? Ең алдымен осы сұраққа жауап берейік. Ол 1944 жылы Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде білім алған. Оқу орнын бітірген соң мерзімді басылымдарда, кітап палатасында, дүниежүзі қазақтары қауымдастығында жауапты қызметтер атқарған. Қаламгер көркем аудармаға үлес қосып, орыс ақыны Бунин, ұйғыр ақындары Зұлпықаров, Хамраев өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Және де оның бірнеше жыр жинақтары бар. Оның ішінде Көкше құрақ, Қос қанат, Зейін сияқтыларды атап өтсек болады. Және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Ақын шығармалары бірнеше жүлделі орындарға ие болған. Яғни ол Ілияс Жансүгіров атындағы халықаралық Алаш әдеби сыйлықтарының және бүкіл түркі дүниесі поэзиясының 2-ші фестивалінің лауреаты. Сонымен бірге Торыс Қазақстан қорының Астана бәйтерек 2006 әдеби байқауының Қаныш Сәтбаевтың 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық мүшайраның жүлдегері екен. Және бірнеше поэмалары да бар. Оның ішінде Аңырақай бекетіндегі ой, Қарауылтөбе хикаясы, генерал Шоқар Дудаев, От пен су, Тас бесік, Бостандықтың басы атты поэмалары бар екен. Шығармашылығы, яғни біз жаңа айтып кеткен жыр жинақтары мына осылар екен. Көкше құрақ, Қос қанат, Зейін, Аспан даусы, Нұрлы бояулар, Жұлдызға орнын ай бермес, Емендер түнде бірлейді, Бұрылыс, құбылыс атты осындай жыр жинақтары бар екен. Енді біз «Жалғыз» атты поэмасына тоқталайық. Поэма дегеніміз не ең бірінші? Поэма ол эпостық жанрдың бір түрі, белгілі бір оқиғаны, адам тағдырын, заман шындығын эпикалық не лирикалық үлгідегі өлеңмен сипаттайтын көлемді поэтикалық шығарма. Поэма көбіне сюжетке құрылып, кейіпкерлердің қарым-қатынасын, тартыс-таласын, күйініш-сүйініш, мінез-құлық іс-әрекеттерін суреттейді екен. Енді біз осы ақынның «Жалғыз» атты поэмасындағы жалғыздық деген ұғымды қандай түсініктер береді екен бізге? Соны анықтайық. Яғни жалғыз дегеніміз ол мұсылман елдерінде ол міндетті түрде ол Алла, жалғыздық деген ұғымды білдіреді. Келесі отанды жалғыз болу керек әр адамда. Тілі жалғыз болу керек, ділі жалғыз болу керек. Және ата-анасы жалғыз, туған жері жалғыз. Яғни бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай, жалғыздық дегенде көбінесе осы нәрселер ең бірінші бізге ойымызға келетін жалғыздық дегенде осы нәрселерді атауымызға болады екен. Яғни бізде Алла, отан, тіл, діл, ата-ана, туған жер бізде міндетті түрде осылар жалғыз. Енді ақын шығармасын қалай бастайды екен? Бұл жалғанда кім жалғыз деген сауал тастаған ақын ол ақ борықтай ай жалғыз, айдан нұрлы күн жалғыз. Жарқырап тұрған шолпан да жалғыздығын сезінер. Таң алдында көзілер тек дүниенің бәрі жалғыздан жаралғанына көңіл аударады. Оны өмірде өткен Бұқар, Абай, Шәкәрім, Мағжан, Мұхамбет, Исатай, Бауыржан сынды ақындар мен батырлар өміріне мысалдар келтіре отырып түсіндіреді. Міне қарайық. Жыр боп мәңгі жастарға Абай жалғыз қашанда, Абай жалғыз болғасын екеу емес Мағжанда. Аспанды бұлт торлайды, жауынсыз жер сорлайды. Абылайхан жалғыз болғансын, Бұқар екеу болмайды. Мұхамбет жалғыз құбылыс, Исатай оқыс бұрылыс дейді. Яғни Жәркен Бөдешұлының «Жалғыз» поэмасында жаңа айтып кеткендей, Абай, Мағжан, Абылайхан, Бұқар жырау, Мұхамбет, Исатай сияқты дара туар адамдардың өзі жалғыз екендігін айтады. Яғни бұндай адамдар екеу емес, өмірде тек қана бір-ақ рет болатындығын айтып кеткен. Және де әркімнің түсінігінде негізі жалғыздық ұғымы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ақынның түсінігіндегі «Жалғыз» поэмасындағы қозғалған мәселелер міне осы сияқты, осы төңірегінде сөз қозғалады. Енді сіздерге үй тапсырмасы осы «Жалғыз» поэмасын оқу, түсіну, және де жалғыз тақырыбында шағын өлең немесе әңгіме жазу. Яғни өзіміз жалғыз түсінігін қалай түсінеміз? Осы бойынша өздерің қалаған
өлең немесе әңгіме жазсаңыздар болады. Міне сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.